Татарские пирожки. 500 грамм айранға жарты шай қасық сода, 1 шай қасық тұз, 80 грамм сары май, 650-700 грамм ұн қосып қамыр елейміз. Бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Начинкасына сиыр етінен фаршқа тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш қосамыз. Ұсақтап туралған пияз, картоп қосып араластырамыз. Дайын қамырымызды алып бірнеше бөлікке бірдей етіп кесеміз. Жаямыз. Начинкасын саламыз. Шеттерін осылай ортасына дейін жабыстырамыз. Ортасын ашық қалдырамыз. Формаға пергамент төсеп, бетіне жұмыртқа жағамыз. 200 градус духовкада 30 минут пісіреміз. Пирожкиіміз дайын, астарыңыз дәмді болсын.